Пайғамбарлар қиссасы кітабын жалғастырамыз. Бөлім Уәлідун Әзар, Азардың баласы. Уәкәні Әзару ләху уәлідун Рашид, Рашидун жиддін. Азардың тура жолдағы өте бір ақылды баласы бар еді. Уәкәні исму хәзіл уәләди Ибрахим. Бұл баланың есімі Ибрахим болатын. Вәкәна Ибрахиму яран нәса ясжудуна лил аснам. Ибрахим адамдардың пұтқа сәжде жасап жатқанын көретін. Ва яран нәса яъбудуна ал аснам. Және адамдардың пұттарға табынатынын көретін. Вәкәна Ибрахим я'рифу анна ал аснам хиджаратун. Ибрахим пұттардың жай ғана тас екенін білетін. Вәкәна я'рифу анна ал аснам ла татакалламу ва ла тасмау. Ол пұттардың сөйлемейтінін және естімейтінін білетін. Вәкәні я'рифу анна ал-аснам ла тадурру ва ла танфау. Ол пұттардың зиянды да пайда да келтіре алмайтынын білетін. Вәкәні яра анна зубаба яжлису алал аснами фала тадфау. Ол пұттардың үстіне шыбын қонғанын, ал олардың оны қуып жібере алмайтынын көретін. Вәкәні ярал фә'ру я'кулу та'амал аснами фәлә тәмнәу. Ол тышқанның пұттардың тамағын жеп жатқанын, ал олардың оны қайтара алмайтынын көретін. Вәкәні Ибрахим яқулу фи нафсихи лимаза ясжудун нәса лил аснам. Ибрахим іштей адамдардың неліктен пұттарға сәжде жасайды деп айтатын. Вәкәні Ибрахим ясалу нафсаху лимаза ясалу нәсал аснам. Ибрахим өзінен адамдар неліктен пұттардан бір нәрсе сұрайды деп сұрайтын.